زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті достар. Алланың қалауымен бүгін жаңа жоба бастадық. Осы жобамыздың қонағы Ислами университетінің хадис факультетінің магистранты Алтай Беріш. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Қаныш, жағдай қалай? Шүкір, қош келдіңіз аға. Бүгінгі қозғалатын тақырып осы менторлар және бизнес коучерлар жайлы. Қазір бәрімізге мәлім, осындай менторлар, бизнес коучерлар қоғамда қатты орын алып жатқаны бәрімізге белгілі. Кейбір бауырларымыз соларға барып, жаңағы кейбір мағлұматтарды үйреніп келіп жатады. Сол мағлұматтардың ішінде жаңағындай сол үйренген мағлұматтарында күмәндарға түсіп қалып жатады. Сол күмәндар да айтып өтетін болатын болсақ, жаңағы олар айтады, не дейді менторлар, жаңағы ақша туралы адам пікірлерін өзгерту керек. Мысалы, жаңа ақша дегеніміз, мысалы, мұсылмандар ойлайды, ақша дегеніміз сынақ, оның түбі фитна, бай болу жақсы емес деген пікірлер бар мұсылмандарда. Олар осы пікірлерден арылу керек деген нәрселерді үйретеді. Осы жайлы қозғап өтсек, исламның көзқарасы қандай екенін білсек, осы тақырыпты бізге егжей-тегжейлі баяндап берсеңіз. Қуаныш, бүгінгі қозғалып жатқан тақырып өте маңызды тақырып болып есептеледі. Себебі өзің айтқандай, ол қоғамда орын алып жатқан тақырып болып есептеледі. Және де көптеген бауырларымыз осы нәрсеге ұрылып жатыр. Және де кейбір мағлұматтарды тексермей алып жатыр. Осы күдігі туындаған бауыр осылай сұрақтарын қойғаны ол дұрыс болып жатыр. Себебі ол жерде ол өзінің парызын орындап жатыр. Мойнындағы бір нәрсені білмесе, ислам жағынан сол білімді адамдардан сұрап алғаны ол жөн. Аллах тағала айтқандай, фасалу ахля зикр ин кунтум ла та'ламун. Білім иелерінен сұраңдар, егер сендер білмейтін болсаңдар. Жалпы менторство, бизнес коучинг ол әдемі аттар болғанмен, бұның негізгі бір мағынасы ұстаздық, үйрету бір нәрсені. Бір саланы жақсы меңгерген адам өзінің тәжірибесімен басқа адамдармен бөлеседі. Әрине бұл менторлар және бұл бизнес коучерлер олар не істейді? Көбінесе ақылы түрде жасайды. Және де расында шын бизнесмендер негізінде ондай нәрсемен айналысуға қолдарда тимейді негізі. Сондықтан бұлардың көбісі деп айтсақ дұрыс деп ойлаймын, шарлатан болуы мүмкін. Тіпті бизнесте өзінің ешқандай нәтижесі жоқ, алайда адамдардан бір ақша сорып жатқан біреулер болуы мүмкін. Және де бұның тағы да бір проблемасы, бұл ғаламторда қатты таралып жатыр. Және де ғаламторда қазір біз білеміз, білетін адам, білмейтін адамда өзінің пікірмен бөлісе береді, өзін ментор деп айтады, өзін эксперт деп айтады, өзінің компетенциясы бар деп айтады. Бұл негізінде жақсы емес нәрсе. Себебі біздер мысалы медициналық бір нәрсемен айналысатын болсақ, біз ең жақсы медикті іздейміз. Барып бір отқан блогерден сұрамаймыз, немесе өзін бір сол медицинский образование оқымаған адамнан барып біз сұрақтар қоймаймыз. Және де бұның түгелі қиямет күнінің белгісі болып есептеледі. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама сахих хадисте айтады, «Иза дуиатил амана фантазири саа» деп тұр. Егер аманат жоғалатын болса, адамдар аманатты жоғалтатын болса, онда қиямет күнін күте бер деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама. Шынымен қазіргі заманда біз осыны көріп жатырмыз. Адамдар аманатты жоғалтқан, яғни осындай бір жауапкершілігі үлкен маңызды мәселелерде адам, яғни бір білімсіз, бір төмен адам өзінің пікірмен бөлісе береді. Және де тағы да білетін нәрсе, ақша факторы кірген жерде көбінесе ықылас кетеді, және де шыншылдық кетеді. Тіпті ол дүнияуи мамандар емес, тіпті ол хадис мамандары, баяғыдағы хадис мамандарының кейбіреулері, бұны мысалы хадис білімінде, жарх ва тадил білімінде кәззаб деп айтады, яғни өтірікші адам. Олар не істеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам атынан өтірік хадистер ойлап тағатын болған. Не үшін? Ақша үшін, яғни адамдардан ақы алу үшін, ақша алу үшін олар өтірік хадистер шығаратын болған. Сондықтан бұл дін адамдары, яғни өздерін дін суретінде көрсететін адамдар осылай жасайтын болса, дүниемен айналысатын адам одан бетер. Сондықтан бұл жерде әрбір адам
әрбір адам абай болу керек. Және де бір білімді алатын болсақ, ол тіпті дүнияуи білім болатын болса да, бір компетенттік сол саланың маманы болған адамнан біздер алу керекпіз. Және де сен ақылы, оны төлеп жатырсың, сен соны ақшаңды беріп жатсың, дұрыс па? Ақшаны сен ақмаққа беру болмайды шариғатта. Аллах тағала айтады: "Уала ту'ту суфаха амуалакум" деп тұр. Ақмақтарға өздерің ақшаларыңды, мал мүліктеріңді бермеңдер деп айтады, иә. Ал өкінішке орай көп бауырларымыз осындай бір енді ақмақ демесек те, әйтеуір өз мына саласында маман болмаған адамға ақшаларын құртып, олардан бір нәрсе үйренбекші, иә. Және де сондықтан біздер қарайтын болсақ, бір біліммен бөлісетін немесе сен кімге өзің мал мүлігіңді, ақшаңды тапсыра аласың, бұл адам аманатшыл болу керек, және де білімді адам болу керек. Сондықтан Юсуф пайғамбар алейхиссалату вассалам патшадан өзін жаңағындай казначей деп айтады ғой, яғни қазынаны қарайтын адам болуын сұраған кезде нағыл деп айтады: "Иджални аля хазаинил арды инни хафизун алим" деп тұр. Мені бұл қазынаға қой деп тұр. Себебі мен хафизмын дейді, мен аманатшылмын, алим, білімдімін деп айтады. Және осы екі нәрсе, тіпті үлкен бизнесмендер айтады, әр адамға сен жаңағындай ақша тапсырар алдында немесе бір жауапкершілігі мол нәрсе тапсырар алдында осы екі сипатқа қарау керексің. Оның біліміне, яғни сол салада маман емес, специалист емес білу керексің. Және де не? Ол аманатшыл болу керек. Ертең сені алдап, ақшасын алып қашып кететін адам болмау керек, иә. Енді сұрағыңа келетін болсақ, Қуаныш, бұлар айтады, және адамдарға үйреткен кезде айтады, мұсылмандардың жаңағындай мал дүниеге, ақшаға деген көзқарасы дұрыс емес деп айтады. Мал дүние олар сынақ деп ойлайды деп айтады. Немесе бай болу жаман, бай болу мысалы жақсы сипат емес деп айтады, бірақ ол олай емес. Ислам мал дүниеге олай қарамайды. Ислам мал дүние исламда мақсат емес. Ол тек қана бір себеп. Бір себеп болып есептеледі, яғни адамның мақсатына жеткізетін бір себеп болып есептеледі, Сондықтан сен оны жақсылыққа жұмсайтын болсаң, сен жақсы мұсылман болып, жамандыққа жұмсайтын болсаң, сен жаман боласың, дұрыс па? Яғни егер де сен парыздарың орындасаң, бұл ақшаң көп болып, зекетіңді беретін болсаң, садақаңды беретін болсаң, әке-шешеңді қамтамасыздандыратын болсаң, балдарыңды қамтамасыздандыратын болсаң, ризығын беретін болсаң, бұл жерде сен мақтаулысың исламда, және де ол ізгі амал болып есептеледі. Сондықтан үлкен сахабалар, соның ішінде Абу Бакр, мысалы Уфман, Абдурахман ибн Ауф деген жәннатпен көз тірісінде сүйіншіленген сахабалар, бай сахабалар болған, ақшалары көп сахабалар болған, бірақ олар сол ақшаларын Аллах жолында садақа ретінде жұмсайтын болған. Және де Аллах тағала жалпы біздер деген, мысалы дүниеге, байлыққа қараған кезде біздер бір аятты қағида ретінде қолданамыз. Бұл Бақара сүресінің 29 аятында Аллах тағала айтады: "Уаллази халақалакум ма фил арди жамиа" деп айтады. Ол Аллах сендерге жердегі нәрсенің түгелін жаратты деп тұр. Яғни сендер қолдансың деп жаратты. Сондықтан біз исламдағы мал дүниеге, ақшаға деген көзқарас осы. Ол Аллахтың беріп жатқан ризығы. Адам қолданса болады, бірақ жақсылыққа қолдану керек, күнә істерге қолданбай, ысырап қылмау керек, Және де мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кибр туралы айтқан кезде, яғни тәкаппарлық туралы айтқан кезде, бір сахаба айтады, сонда біздердің кейбіреулеріміз әдемі киінуді жақсы көреміз деп айтады, әдемі аяқ киім киюді жақсы көреміз деп. Бұл тәкаппарлық па деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, жоқ, бұл тәкаппарлық емес, инналлаха джамил юхиббул жамал деп тұр. Расында Аллах әдемі, және де әсемдікті жақсы көреді деп тұр. Яғни бұл жерде бұл мал дүниенің, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөкпеді, жоқ, сен қалай бай боласың, мал дүние жаман нәрсе, бұл сынақ деп айтпады, Және де басқа хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам деп айтады: "Ла хасада илля фитнатейн" деп тұр. Яғни көреалмаушылық болмайды исламда деп тұр. Көреалмаушылық болмайды, тек қана екі нәрседе болады деп тұр, Бұл не? Роджулун атаху Аллаху малан фасаллатаху аля халакатихи фил хаққи деп тұр. Екі нәрседе, бірінші нәрсесіне ол бір адамға Аллах мал беріп қояды дейді, мал дүние беріп қояды дейді, ол сол малды
Аллахтың жолында жұмсайды, садақа беріп жұмсайды дейді. Осы адамға көралмаушылықпен қарауға болады деп тұр. Яғни көралмаушылық дегенде қай жағынан мен оның мал мүлігін тартып алайын деген жағынан емес, жоқ, мен сол сияқты жақсы амалдар жасасам екен, сол сияқты садақа қылсам екен, сол сияқты жаңағындай отбасының ақыларын орындасам екен деген ниетпен көралмаушылық ол жерде, иә. Және де екінші, бұл не, бір адамға Аллах даналық берсе, және білім беретін болса, сол даналықпен ол осы өмірін өткізеді да, және де сол даналықты басқа адамдарға үйретеді деп айтар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол жерде де біздер оның несін көріп тұрмыз, сол мен сондай білімді болсам екен, сол білімді ол сияқты үйретсем екен деген ниетпен көралмаушылық бұл, иә. Бұны араб тілінде тіпті ғибта деп айтады, яғни хасад деген бұл жаңағындай жамандалатын, сөгілетін көралмаушылық, ал ғибта ол не, жаңа орыстар белая зависть деп айтады ғой, сол. Және де тағы да зухуд деген, кейбір адамдар айтуы мүмкін, жоқ, біздер малды жақсы көретін бол, ол зухуд емес, ол аскетизм емес деп айтуы мүмкін да. Бірақ расында ол зухуд деген анықтамасын қарайтын болсақ, зухудтың анықтамасын берген кезде ғалымдар айтады, сен мал мүлікті қолыңда ұстауың деп, жүрегіңе кіргізбеуің деп айтады. Иә, мал дүние жүрекке кірмейтін болса, онда сен захид, аскетичный адам болып есептелесің, аскеттік адам болып есептелесің, иә. Және де исламдағы парыздарды қарайтын болсақ, мысалы зекет исламның бір жаңағы 5 парыздың бірі, немесе не бала шағаны қамтамасыздандыру, ол нафақа, бұл да бір уаджиб болып есептеледі, парыз бір мұсылман мойнындағы. Сен оны орындау үшін сен нең болу керек? Мал мүлкің, мал дүниең болу керек, дұрыс па? Сондықтан мұсылмандар мал дүниеге жаңағындай жаман қарайды деген ол дұрыс емес, иә. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Аби Ваққас деген сахабаға мынау деп айтады: "Ла антадаа варасатак агния хайрун мин антадаахум алатан ятакаффафуна ан-наса фи айдихим" деп айтады, иә. Сен өзіңнің мирасқорларыңды бай қылып қалдырғаның жақсырақ деп тұр. Оларды кедей қылып адамдардың қолынан сұрап жүрген адам қылып қалдырғанша деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, иә. Сондықтан шариғат мал дүниеге, ол бір стереотип бар мұсылмандар арасында, мал дүниеге жаңа жаман қарау деген бар шығар арасында. Бірақ біздер исламды адамдар арқылы бағаламаймыз, алайда ислам арқылы, исламның қайнар көздері арқылы бағалаймыз. Яғни Құраннан аяттармен, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистермен бағалау керек. Сондықтан олар өйтіп айтуы дұрыс емес. Және де ол жерде тағы да бір нәрсе бар, иә. Мұсылмандар көбісі деп тұр, ол қай жердің мұсылмандарын айтып тұр, иә. Бұл көбінесе мына орта азиялық мұсылмандарды айтып тұр, ал орта азиялық мұсылмандары олар көбінесе кімнің отарасында болған, жаңағындай совет үкіметін, олардың идеологиясы социализм, коммунизм болған. Социализм бұлардың идеологиясы бойынша бай адам болмау керек, иә, бәрі тең болу керек. Сондықтан олардың пропагандасы бүкіл жерде байлықты жамандау болды. Сондықтан бәлкім ол мал дүниеге деген жаңағындай жаман көзқарас ол исламнан келмеген болуы мүмкін. Бұл не? Жаңағындай социализм, коммунизм, солардың пропагандасынан, марксизм, солардың кітаптарынан, себебі бұл кітаптар мектептерінде программада оқытылды, университеттерде программаларында оқытылды. Бұл нәрседе бірнеше буын адамдар осы нәрсемен уланған. Сондықтан бұл көзқарас расында бұл ислам көзқарасы емес, расында ол осы социализм, коммунизмнің көзқарасының салдарында болуы мүмкін. Сондықтан тағы да біз жаңағындай мал дүниеге деген көзқарасымыздағы үлкен жүретін мұсылмандардың қатесі, бұлар халал малды харам деп айтуға, халал дүниені харам деп айту, және ол үлкен күнә болып есептеледі. Бұл үлкен проблема қазіргі заманда, иә. Сен сәл тақырыптан ауытқитын болсақ, қазір көптеген жаңа арналар бар, инстаграмда болсын, телеграмда болсын, ютубта болсын, не пәленше шоколадты жемеңдер, ол харам, пәленшенен жемеңдер, ол былай, ананы бүйтіңдер, ол харам деп та. Бұндай адамдар Аллахтан қорқу керек. Себебі олар біріншіден исламды басқа адамдарға, мұсылмандарды басқа адамдарға жаман қылып көрсетіп жатыр. Екіншіден бұлар үлкен күнәға түсіп жатыр. Ол қандай? Аллахтың арам етпеген нәрсесін арам қылып жатыр олар, иә. Ал Аллах тағала Құранда нағыл деп айтады: "Вала тақулу лима тасифу алсинатукумул кадиба хада халалун ва хада харамун литафтару аля Аллахил кадиб. Иннал лазина яфтаруна аля Аллахил кадиба ла юфлихун" деп айтады, иә. Сендер өтірік тілдермен бұл нәрсе халал, адал, бұл нәрсе харам деп айта бермеңдер дейді.
бұл нәрсе Аллахқа жала жабу болып есептеледі. Ал Аллахқа жала жабатын адамдар жетістікке жетпейді деп айтыр Аллах Тағала, иә. Және де Аллах Тағала басқа аятта айтады: "Құл ман харрама зинаталлахи аллати ахража линнас лиибадихи ват-таййибати минар ризқ" дейді. Қараңыз, айтады, Аллах Тағала айтады, кім Аллахтың зинеттерін, яғни әсем киімдерін, жақсы нәрселерін және де таза ризықты харам деп айтып жатыр деп Аллах айтып тұрды. Яғни бұл жерде сөйтіп айтатын адамдар сөгіп жатыр. Сондықтан бұл Аллахтың харам қылмаған, арам қылмаған нәрсені харам қылу баяғы харижилердің, деструктивті секта харижилердің сипаттарынан. Сондықтан Абдулла ибн Аббас соларға барған кезде ең әдемі киімін киіп барады. Неге се ол біліп тұр, бұлар шектен шығып кеткен, мал дүниеге, ақшаға көзқарастар жаман екен біліп тұр. Абдулла ибн Аббас ең әдемі киімін киіп барады да, сосын олар тиіседі. Мынаны қараң, әдемі киім киіп алыпты деп тұрды. Бір қазір бір бауырымыз күшті жаңа брендовый бір киім кисе тиіседі ғой, сол сияқты тиіседі. Абдулла ибн Аббас нағыл деп айтады, осы аятты оқиды, манағы аятты оқиды. "Құл ман харрама зинаталлахи аллати ахража лиибадихи ват-таййибати минар ризқ" деген аятты оқиды. Содан кейін айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үстінде мынадан да әдемірек киімді көрдім деп айтады Абдулла ибн Аббас радиаллаху таала анхума. Сондықтан дүниеге деген көзқарас исламда позитивтік көзқарас, жақсы көзқарас, иә. Әрине біз ол дүние мал мүлікті алған адам күнәдан аулақ болу керек. Яғни дүние іздеп жатқан кезде адал жолмен іздеу керек. Дүние алғаннан кейін оны құртқан кезде адал жолмен адал жарату керек, иә. Зұлымдық жасамау керек, иә. Сосын ысырап қылмау керек. Иә. Сондықтан Аллах Тағала нағыл деп айтады: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу" деп тұр. Қараңыз. Ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар деп тұр. Ысырап қылмаңдар, иә. Манағыдай айтқандай, Қуаныш бауырым, байларды жаман қылып көрсету бұл сол социализм, коммунизм идеологиясының пропагандасы. Ал исламда бұндай нәрсе жоқ екенін айтып өткен едік. Және де оған көптеген хадистер бар, көптеген дәлелдер бар. Солардың бірі Хаким ибн Хизам деген сахаба радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келіп не сұрайды, ақша сұрайды. Пайғамбар саллаллаху оған береді. Тағы да сұрайды дейді. Тағы да сұрадым дейді. Пайғамбар саллаллаху тағы да береді оған. Тағы да үшінші рет сұрадым. Тағы да береді пайғамбар саллаллаху. Содан кейін айтады: "Инна хадал мал хадирун хулун, фаман ахадаху би сахавати нафсин бурика лаху фихи" деп тұр. Бұл мал дүние дейді, хадир жап-жасыл, бір жасыл жаңағындай не сияқты дейді, өсімдік сияқты дейді, жап-жасыл, адам жақсы көретін дейді. Хулу, және де ол не тәтті дейді, адам жақсы көреді деп тұр. Яғни бұл мал дүние жаман деп тұрған жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біріншіден. Содан кейін ол айтады, кімде-кім сол малды саған ақша болсын, садақа ретінде, бізде айтады, от души беріп жатса дейді, жаңа шын көңілмен беріп жатса дейді, ол малға Аллах береке береді деп тұр. Ал кімде-кім сен сұрасан одан, қайта-қайта оны ыңғайсыз жағдайға қойып сұрай беретін болсаң деп тұр, бұл нәрсе, бұндай адам, бұндай малға Аллах Тағала береке бермейді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Соны айтады: "Валиядул улия хайрун ва ахаббу илаллахи минал яди суфля" дейді. Және жоғарғы қол астыңғы қолдан гөрі Аллахқа сүйкімдірек және де Аллахтың алдында жақсырақ деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ол не деген сөз? Садақа беруші қол жақсырақ, иә. Сондықтан бұл хадистердің түгелі манағындай стереотип ой пікірді жоққа шығарады. Және де Аллах Тағала мысалы кәсіпті адал еткен. Уахаллаллахул бай деп айтады Аллах Құранда, Аллах жаңағындай сауда-саттықты адал қылып қойды деп тұр, иә. Және де пайғамбарлардың түгелі немен айналысқан? Бір жұмыспен айналысқан болатын, иә. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма акала ахадун тааман қот хайран мин ан яакула мин амали ядихи, ва инна набияллахи Дауд кана яакулу мин амали ядихи" деп айтады, иә. Адамның ең жақсы жеген тамағы деп тұр, өзінің қол күшімен, жұмысымен жеткен тамағы деп тұр, иә. Сондықтан Аллахтың пайғамбары Дауд дейді, ол өзі жұмыс жасап, өзіне тамақ табатын болған деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және де сен өзің қарап көр да. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Хадиджа анамыз радиаллаху анха не үшін таңдады мудорабаға?
яғни Хадижа инвестор болған, Хадижа радиаллаху анха. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жұмыскер болған, дұрыс па? Не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды таңдады Хадижа? Себебі ол аманатшыл, жұмыс жасап білетін адам болған. Кәсіпті білетін адам болған. Сондықтан ислам дінінде жаңағыдай мал дүниеге, ақшаға деген көзқарас манағы адамдар айтқандай емес, керісінше ислам діні егерде адам халал, адал еңбек жасайтын болса, сосын ол тапқан ақшасын адал жолымен жұмсайтын болса, ислам бұны тек қана оған тек қана несейді қызықтырады. Алла разы болсын, бұл мәселе бізге түсінікті болды. Келесі бір мәселе, осы менторлардың үйрететін жаңағы өзіңді жақсы көру. Яғни басқалардан өзіңді артығырақ жақсы көру. Ол деген мысалы, сен мысалы бір табыс тапсаң, басқа қылсаң, жаңа әке шешеңе, ата-анаң алып бересің да, заттар бірдеңе, бірақ өзіңе ештеңе алмайсың. Ол дегені сен өзіңді жақсы көрмейсің деген сөз. Деп осындай нәрселерді үйретеді. Осы мәселені талқылап берсеңіз кішкене. Біріншіден адам өз-өзін жақсы көрмеу керек деген ондай да нәрсе жоқ исламда. Керісінше өз-өзін жақсы көру керек адам. Адам өз-өзін жақсы көрмеген адам, ол жақсылық жасай ма, басқа адамдарға пайдалы болуға тырыса ма, мінездерін жақсарта ма, сондай нәрсеге талпына ма? Жоқ, өз-өзін жақсы көрмеген адам ол нәрсемен айналыспайды. Керісінше ондай нәрседі тек қана кім жасайды? Өз-өзін жақсы көрген адам жасайды. Мысалы, өз-өзін жақсы көретін адам жәннатқа ұмтылады. Дұрыс па? Аллахтың разылығын іздейді. Сондықтан сен мұсылман бола тұра Аллах жақсы көрген нәрсені қалайша жақсы көрмейсің? Аллах тағала айтады Құранда инналлах юхиббу ал-мухсинин деп тұр. Аллах жақсылық жасаушыларды жақсы көреді. Сен жақсылық жасайтын мухсин болатын болсаң, сені Аллах жақсы көреді, және сен өз-өзің жақсы көру керек. Себебі сен ізгі амалдар жасап отырсың. Инналлах юхиббу сабирин дейді. Аллах сабырлы адамдарды жақсы көреді, Инналлаха юхиббу ат-тауабина ва юхиббул мутатаххирин. Аллах тәубе қылушыларды жақсы көреді, және тазаланатын адамдарды жақсы көреді деп тұр. Инналлах юхиббул муттақин. Тақуалы адамдарды жақсы көреді Аллах тағала, Аллах басқа аяттарда юхиббул мутаваккилин, юхиббул муқситин деп айтады, тәуекел жасайтын адамдарды жақсы көреді, әділдік қылатын адамдарды жақсы көреді. Сондықтан бұндай сипаттар сенде жиналатын болса, әрине сен өз-өзіңді жақсы көресің. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқанда инналлаха жамил юхиббу ал-жамал. Расында Аллах әдемі адамдарды, әдемі іс-әрекеттерді, әдемі мінездерді жақсы көреді. Бізде де сол әдемі мінез егер бойымызда жиналатын болса, бізде соны жақсы көру керекпіз. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама Ашадж Абдул Қойсқа нағыл деп айтады, инна фика хаслятайн юхиббахумулла деп тұр. Сенде екі сипат бар, ол екі сипатты да Аллах тағала жақсы көреді деп тұр. Ал-хилму вал-ана деп тұр. Сабырлық және де асықпаушылық деп тұр. Қараңыз, енді қалайша менде бұл сипат болса, мен өз-өзімді жақсы көрмеймін деп. Бірақ та бұл өз-өзіңе деген махаббат сен эгоист болып кетпеуге, эгоизмге алып келмеу керек. Өз-өзіңе деген махаббат не нәрсеге алып келмеу керек? Тәкаппарлыққа, өзіңмен тамсануға, басқа адамдарды кемсітуге, басқа адамды төмендетуге алып келмеу керек екен. Сондықтан өйтіп айту, жаңағыдай мұсылмандар өз-өздерін жақсы көрмейді, сондықтан оларға ақша келмейді, анау-мынау дейтін бұл нәрсе дұрыс емес. Тіпті адам өзін жақсы көрсе де, ол міндетті түрде бір ақшаны ол адамға немесе мал дүниені алып келмейді. Қаншама адам өз-өзін жақсы көреді, бірақ ол кедей, жағдай жоқ. Немесе тіпті ақшасы бола тұрады, жүрегі кедей болуы мүмкін. Алла разы болсын, түсінікті. Келесі мәселе, мынау визуализация және аффирмация деген пікірлер бар. Осы пікірлерді түсіндіріп берсеңіз. Бұл қалай болады, яғни адам қалай дұрыс қолдану керек, болмаса бұл пікірлер мүлде дұрыс емес па? Осы мәселеге не деп айтасыз едіңіз?
Бұл да яғни визуализация болсын, аффирмация болсын, бұл қазіргі уақытта, қазіргі заманда жаңағындай өзекті таралған қатты тақырыптардан болып есептеледі. Және де әрдайым мұсылман адам бұндай тақырыптарды дұрыс түсінуге тырысу керек. Ал оны дұрыс түсіну үшін біраз жаңағындай ислами эпистемология деген ғылымын, сол ғылыммен танысу керек адам, соның қағидаларымен танысу керек. Яғни бұл ғылымды сол эпистемология деп атауға болатын болса, негізінде ондай қағидалар бар, сол ғылымға келетін қағидалар. Және де бұл ғылым, эпистемология ғылым, яғни қысқаша анықтамасына келетін болсақ, біз мына сұраққа жауап берер үшін бір кішкене жаңағындай алғы сөз айту керекпіз, мұқаддима. Бұл ғылым нені зерттейді? Білім деген не? Білімнің қайнар көздері, білімнің структурасы, яғни құрылымы, және білімнің дәрежелерін зерттейтін ғылым, эпистемология деген. Және бұл ғылымда әртүрлі жаңағындай философия, социология, психология ғалымдары қолданады, бірақ та ислам ғалымдары да қолданады, және олардың қағидалары бұл ғылымдағы ең жақсыларын жинаған расында. Сондықтан жалпы айта кететін болсақ, бізде білім дәрежелері 5 білім дәрежесі бар. Бұл яқин, толығымен білу, бір нәрсені 100% білу. Мысалы, мына стакан ақ, оның қақпағы қара екенін біз екеуміз 100% біліп тұрмыз. Ода күдігіміз жоқ, дұрыс па? Енді екінші дәрежесі бұл зон деп айтады. Зон деген бір болжау. Мысалы, мына стакан ішінде 70% білім деп айтады. Мына стакан ішінде кофе деп. Екеуміз болжап отырық. Ішін ашып қарамадық, ішіп көрмедік, иісін де сезбедік, дұрыс па? Көргеннен кейін ғана біз біле аламыз оны, дұрыс па? Бұның 70%. Ол шынымен кофе болуы мүмкін, шай болуы мүмкін, басқа нәрсе, сүт болуы мүмкін. Үшінші дәрежесі ол шәк, күмән. 50-50. Білмейміз. Не былай екен білмейміз. Стаканда кофе де болуы мүмкін, шай да болуы мүмкін. Төртінші дәрежесі уахым деп аталады араб тілінде. Уахым деген біз ішінде шай деп айтамыз да, бірақ керісі дұрыс болады. Ішінде кофе олшады. Түсінікті ма? Және де соңғы дәрежесі бұл жәһіл, яғни надандық. Және де бұл надандық, яғни тіпті білмейміз ішінде не екенін, және бұл надандық екі түрлі болады. Мураккаб, басит болады. Басит, яғни қарапайым надандық, бір нәрсені білмеу. Мураккаб деген бір нәрсені білмеу, және соны білмейтінін білмеу. Түсінікті ма? Бұл білімнің дәрежелері. Не үшін бізге ол нәрсе керек? Әрдайым саған келген мағлұмат осы дәрежелердің қайсысына жатады екенін біз біліп анықтап алу керекпіз. Бұл шәк болуы мүмкін, күмән болуы мүмкін, бұл зон болуы мүмкін, бұл 70% дұрыс, бірақ 30% керісінің ықтималдығы бар, дұрыс па? Немесе ол яқини болуы мүмкін, расында сондай 100% білім болуы, немесе уахым болуы мүмкін, қате білім, немесе тіпті надандық болуы мүмкін. Ол мағлұмат саған беріп жатқан адам надан адам болуы мүмкін. Және де бұл надандық екі түрлі болуы мүмкін, манағы айтқанда. Бұл біріншіден. Екіншіден, білімнің қайнар көздеріне келетін болсақ, расында бұның қайнар көздері 3 қайнар көз бар. Бұл ақыл, яғни біз ақылымызбен екіден кемірек екен білеміз. Ол ақылмен бізге ол жерге эксперимент жасап, тәжірибе жасап, қажет жоқ. Азырақ екен. Бірден екіден азырақ екен ақылмен білеміз. Немесе бір нәрсенің бөлігі сол нәрседен кішірек екенін біз ақылмен ақ біле саламыз. Оны бір эксперимент жасап, бір нәрсенің бөлшегін бөліп, сосын оның салмағын өлшеу қажет жоқ. Бұл не ақыл. Екіншісі бұл не тәжірибе. Тәжірибемен білеміз. Мысалы, мына стаканға қолым тигізсем, жылы болып тұрса, ішіндегі сусын жылы екен білеміз. Ол тәжірибемен білу. Яғни бұл жаңағындай қазіргі ғылымдардың физика, химия, осы нәрсені зерттейді, астрономия, осы нәрсені зерттейді. Және де бұл да бір қайнар көзі болып есептеледі. Білімнің үшінші қайнар көзі бұл хабар. Хабар, пәленше келіп айтады, бауырлар азан шақырды, намазға шығыңдар деп айтады. Бұл хабар. Осы үш бізде білімнің қайнар көзі бар. Осы қайнар көздерде қателескен адам, шатысқан адам көп нәрсеге дұрыс емес көз қараста болады. Тек қана ақылына сүйенген адам,
қателеседі. Тек қана тәжірибеге сүйенген адам қателеседі. Тек қана хабарға сүйенген адам қателеседі. Жоқ, осы үшеуін біз не істеу керекпіз? Комбинация қылу керекпіз, араластыру керекпіз, иә. Осы нәрсені естіген адам бұны исламда да зерттей ме екен деп таңғалуы мүмкін, иә. Сондықтан біздер айтамыз, ислам діні ғылымдарды, яғни физика, химия ғылымдарын жоққа шығармайды. Керісінше әр нәрсені өз атымен атап қояды. Иә, яғни гипотезаны гипотеза дейді, теорияны теория дейді, факты факт деп айтады. Мысалы, факты гипотеза демейді, гипотезаны факт демейді. Түсінікті ма? Себебі факт бізде ол яқини 100% білім. Түсінікті ма? Ал теория мен гипотеза бұл яқиннен төмен. Бұл не болуы мүмкін? Не зон болуы мүмкін, 70% білім болуы мүмкін, не шак 50% білім болуы мүмкін, не уахым болуы мүмкін 30%, не тіпті надандық болуы мүмкін теорияда, гипотезада. Ол солай. Сондықтан адам қашан қателеседі? Бір теорияны факт қылып қойса 100%. Бір гипотезаны факт қылып қойса 100%. Сол кезде адам қателеседі екен. Сондықтан бұл бірінші неміз алғыс сөзіміз. Осы сұраққа жауап берер алдында. Екінші алғыс сөзіміз бұл сұрақ, яғни аффирмация и визуализацияға байланысты сұрақ. Қай мәселеге қайтады? Себеп салдар байланысына қайтады. Себеп салдар. Яғни бір себеп болса, соның нәтижесі болады. Соның байланысына қайтады, дұрыс па? Ол себеп салдар байланысы тағы да біздер айта кететін нәрсе. Кейбіреулер ислам себептерді жоққа шығарады деп айтуы мүмкін, иә. Мысалы, олар кейбір сопыларды көру мүмкін, иә. Сопылар жаңағындай өзінің монашество деп айтады ғой. Себептерді алмайды, тамақ алмайды, Аллах маған ризық өзі береді деп ешқандай себеп жұмыс жасамау жүру мүмкін. Бірақ бұл исламның жаңағындай дұрыс келбеті емес. Ақиқи келбеті емес. Ислам, яғни Құран, біз айтқандай сүннет, сахабалардың жолы, бұл себептер және салдар байланысын бекітеді, ол себеп салдар байланысын дұрыс түсіндіреді. Оны түсіндіретін болсақ, біз 5 қағида айтып кетсек болады, яғни қысқаша. Біріншісі, себептерде, салдарда бұл Аллахтың жаратылысы. Екеуінде де Аллах тағала бізге берген нәрсе, иә. Және де бұл себептер мен салдарды біз екі жолмен біле аламыз. Бұл немесе тәжірибе жолмен, немесе уахи, яғни Аллахтың жіберген жаңағындай қасиетті кітаптарынан біле аламыз, иә. Екінші қағида, дұрыс себептер жиынтығы мақсатталған салға жеткізеді, нәтижеге жетеді. Бірақ дұрыс себептер жиынтығы болу керек. Неге? Үшінші қағидада біз неге айтамыз? Бір себеп өз-өзімен нәтижеге әсер ете алмайды. Түсіндің ме? Алайда бірнеше себептер жиналу керек, иә. Яғни бір себеп өздігінен әсер ете алмайды. Тек қана бір ғана себеп бар, өз-өздігінен әсер ете алатын. Бұл не? Бұл Аллах тағала. Аллах тағала күн десе, бол десе, сол нәрсе болады. Мысалы, Иса пайғамбарды әкесіз жаратты, Адам пайғамбарды алейхиссалату вассалам әкесіз де, анасыз да жаратты. Төртінші қағида, тек себептерге сүйену бұл иманның әлсіздігі. Тек қана себеп, мен қазір жұмыс жасап жатырмын, болды ризық келеді, мен байым деп жаңағындай сену, ол иманның әлсіздігі. Ал себептерді жоққа шығарып, тек қана Аллахқа тәуекел қылу, бұл ақылдың әлсіздігі. Сондықтан ислам дінінде осы екі нәрсе жиналу керек. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қаншама соғыстар ұшатын болған, жаңағындай өзінің жаңағындай соғысқа киінетін киімдерін, қалқандарын алатын болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Бесінші қағида және де соңғы қағида, қуаныш бауырым, бұл себеп әсер ету үшін біз үш шарт жиналу керек. Біріншісі ол дұрыс себеп алу, екіншісі жағдай себепке жарамды болу, яғни хал жарамды болу. Және үшінші шарт бұл себепті жоятын амалдан пәк болу жағдай. Мысалы, бас ауырып жатса, іштің дәрісін ішу, ол дұрыс емес себеп алу. Дұрыс па? Немесе себепке жарамды болу деген сөз, сенің мысалы иммунитетің әлсіз, дәрі ішкен кезде бұл иммунитетіңнің әлсіз болу себебінен сен дәрі әсер бермей тұр. Себепке жарамсыз болып тұрсың. Дұрыс себебін алып тұр негізі, дұрыс себеп алып тұрса да. Және де үшіншісі, сен дұрыс дәрі алдың, сен иммунитетің жаңағындай жақсы, бірақ сенің ішіңде сен басқа бір дәрі іш қойдың, ана дәрінің әсерін жоятын дәріні іш қойдың.
түсіндің ма? Сол кезде сен себептің әсерін жоятын басқа амал жасап қойдың да. Осы үш нәрсе жиналған кезде себептер не нәтижеге жеткізеді екен. Енді визуализацияға келетін болсақ, немесе аффирмацияға келетін болсақ, бұл жерде егерде мақсат бұдан қандай болатын болса, егерде адам мен бір жетістікке жетем деген мақсатты қояды да, сол мақсатқа жеткізетін бүкіл себептерді алып, Аллахқа тәуекел жасап, Аллахтан дұға сұрап, жалбарынып жасайтын болса, бұл нәрсе дұрыс болып есептеледі. Керісінше бұны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен нәрсе. Бірақ біз оны визуализация, аффирмация деп айтпаймыз. Неге? Себебі оны визуализация, аффирмация дейтіндер олай түсінбейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисте айтады: "Ихрис аля ма янфаук вастаин билла ва ла тахжазан" деп айтады. Саған пайда алып келетін нәрсеге тырыс деп тұр, ұмтыл деп тұр. Және де ұмтылған кезде, ұмтыл дегенде не? Себеп ал деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Және де себептерге сүйенбе, истаин билла деп тұр. Аллахтан көмек сұра. Тәуекел қылып тұр Аллахқа. Тек қана өзің ақылыңа, өзіңнің жаңағындай сөздер, тәжірибелер деген нәрсеге сүйенбе деп тұр. Жоқ, Аллахтан көмек сұра деп тұр. Енді шықпай қалса не дейді пайғамбар? Болды, таста деп тұр ма? Жоқ, уәла тахжазан, әлсіздік танытпа деп тұр. Яғни тұрда жалғастыр деп тұр жолыңды. Және де бұл нәрсе бұл мұсылманның жалпы өмірлік қағидасы. Осылай осы қағидамен жүреді мұсылмандар, Алайда, менторлар, бизнес-коучерлар визуализация, аффирмацияны дәл осылай түсінбейді. Олар визуализация, аффирмация сен бір нәрсені елестетуін, оның суретін іліп қоюың, ол нәрсе ол туралы ойлай берсең, ол 100% нәтижеге жеткізеді деп тұр. Өйтіп ойлау негізі, оның негізі бізге қайдан келген? Жаңағындай Будда, үнді Қытай идеологиялар, философияларынан келген жаңағындай. Космостық, ғарыштық энергия, чакра деген нәрселер бар ғой. Осы жерден келген. Соны көп ойлай берсең, космос саған энергия береді да, сол нәрсеге жеткізеді деген нәрсе. Бұл исламның ақидасына, мұсылманның сеніміне толығымен қарсы нәрсе болып есептеледі. Және де адамдар оған түсуі ол өте қиын нәрсе болып есептеледі. Неге? Себебі бұл бұндай практикаларға, яғни визуализация, аффирмацияға не тәжірибе дәлел емес. Сен қаншама адамдар мысалы С-классын суретін іліп қояды да, оған жете алмай қалады, солай өліп кетеді. Тіп баласы жетпейді, немересі де жетпейді ол нәрсеге, дұрыс па? Тәжірибе дәлел емес. Қаншама адам не ойлап отыр, бірақ жетпей жатыр, дұрыс па? Не оған ақыл да дәлел емес. Ақыл, яғни ақыл себеп салып байланысын түсінеді. Мен сурет ілуім сол нәрсеге жеткізу ақылмен, ақыл оны қабылдамайды, растамайды. Және оған уақида дәлел емес. Яғни бір аятта дәлел жоқ, не хадис жоқ, ондай ешқандай дәлел жоқ. Тіпті оны гипотеза деп те атай алмайсың, жаңағы визуализация, аффирмация деген нәрсені. Және де кейбір өздерін ақылды санайтындар осы визуализация, аффирмацияға қандай дәлел келтіреді? Иннамал аъмалу бинният деген хадисте келтіреді. Хадисте қалай келеді? Уаликулли имриин ма нава. Әрбір адамға ниеттелген нәрсесі болады деп тұр да. Қалай жауап береміз? Бұл жердегі проблема, адамдар бұл баптағы, яғни ниет бабында, себеп сал бабындағы хадистер мен аяттарды жинамаған. Ал имам Ахмад айтқандай, ол айтады, егер де сен бір баптың, бір тақырыптағы аят хадистерді жинамайтын болсаң, сен ол тақырыпты дұрыс түсіну мүмкін емес деп тұр. Сондықтан бұл хадисті бүкіл ғалымдар, осы хадисті шархтаған, иннамал аъмалу бинният хадисін жаңағындай шархтаған ғалымдардың, түсіндірген ғалымдардың бәрі айтады, бұл хадис жалпы хадис, мухассас деп тұр. Яғни жекеленген. Басқа хадистер, басқа аяттар жекелейді. Сол аяттардың бірі Аллах тағала айтады: "Ман кана юридул ажилата аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид" деп тұр. Қараңыз, ол айтады, кімде-кім дүниені қалайтын болса, бұл дүниені береміз, фиха ма наша, бұл дүниеде біз қалаған нәрсені береміз. Яғни сен С-класс қалап тұрсың негізінде. Аллах қалаған нәрсеңді береді. С-класс емес, камера береді саған, түсіндің ба? Ол запарда береді. Және де қалаған нәрсе лиман наша, лиман нурид деп тұр. Қалаған адамға береді. Және де қалап тұрған адамның әрқайсысына берілмейді. Аллах қалаған адам. Сондықтан бұл жердегі қалау, бұл жердегі ниет Аллахтың қалауымен тақсистелген, яғни шектелген болып, осы нәрсемен шартталған болып есептеледі. Рахмет, Алла разы болсын, өте түсінікті. Келесі сұраққа келетін болсақ, және де бұл соңғы сұрақ, және бұл да өте көп қолданыста көп бұл сөзде.
Сол сөздің бірі неғыл дейді, егер сен ақшаны көп жарататын болсаң, саған солай ақша көп келеді деген сөздер. Осыны айтып талқылап берсеңіз. Ол да оны да әрдайым естиміз, сол коучерлардан, басқа жерлерден, мотивационный роликтардан естиміз. Алайда манағы эпистемологияны білгеніміз жақсы болды да. Бұған не тәжірибе дәлел емес, не ақыл дәлел емес, не уахи дәлел емес. Ақыл тіпті оны жоққа шығарады. Жарата берсең, санкел қалай жарата берсең, ол азая береді. Азайып кетеді болды. Дұрыс па? Сен көп нәрсе өзіңе ала берсең, ол ысырапшылық болып есептеледі. Тәжірибеде де соны көрсетеді. Қазір екеумізде $1000 болатын болса, соны бүгін жаратып тастайтын болсақ, ертең бір айдай жүреміз. Ешқандай ақшамыз жоқ болып. Тәжірибеде оған дәлел емес. Және де оған бір уахи да жоқ. Оған бір уахи жоқ. Тіпті үлкен бизнесмендер бұл қағиданы, бұл айтып жүрген бизнес коучерлардың, менторлардың айтып жүрген нәрсесі дұрыс емес деп тұр. Қате деп тұр. Олай емес дейді. Ақшаны сен дұрыс жұмыс жасасаң ғана не істейді, ол өседі деп тұр. Жарата берсең, ол өспейді деп тұр. Және де тіпті біздер өз балдарымызға ақша құртпаймыз деп тұр. Неге? Біз оларды жамандыққа үйретпейміз дейді. Оларға ақша құрта үйрететін болсақ, әр қалаған нәрсесін алып бере үйрететін болсақ дейді. Олар сосын не болып кетеді? Жұмыс жасағысы келмей кетеді, ешқандай тырысқысы келмей кетеді. Сондықтан біздер оларға бір нәрсе жаса, содан кейін ақша аласың деген нәрсені үйретеміз деп тұр. Үлкен бизнесмендер солай олардың несі түсініктері, ислам дінінде қашан мал өседі, жаратқан мал өседі? Бір жағдайда ғана, садақа берсең. Сондықтан зекет деген сөз арабтың зака деген сөзінен өсу деген нәрседен шыққан. Сен зекет берсең, зекеттен сен жаңағындай нисабына жетіп, зекет беретін болсаң, одан сенің мал дүниең азаймайды, көбейеді керісінше. Садақа берсең де солай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Ма мина садақа» деп тұр. Мал дүние садақа бергеннен азаймайды деп тұр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан ол жарата беру емес, әр нәрсені қалаған нәрсені ала беру емес. Менторлар мен бизнес коучерлар айтады, сен бір нәрсе қалайсың ба, iPhone 11 қалайсың ба, ал S-Class қалайсың ба, ал бүкіл соңғы ақшаңа болса да ал деп айтады да, ол нәрсе басқа ақшаны саған келтіреді деп тұр. Және ол 100% солай деп айтады ол. Ал исламда сен садақа берсең. Және де садақа бергеннен мал азаймау деген сөз, ол материалдық түрде азаймау емес, ол малға береке түсу болуы мүмкін. Былай, материалда көбеюі мүмкін. Кәдімгі расында ақшаң көбейіп кетуі мүмкін. Немесе сол қалған ақшаң берекелі болады деген мағынаны білдіреді. Тазарды себеп ол нәрсе. Сондықтан бізде ғибрат мал дүниенің көп болуында емес, мал дүниенің берекелі болуында бізде. Сондықтан мысалы өзің білесің, мысалы осы Мединадағы білім талапкерлері қарайсың, не жаңағындай басқа адамдардан кем емес. Басқа адамдар жеген нәрсесін жейді, басқа адамдар ішкен нәрсесін ішеді. Ешкімнен кем емес. Алла субхана ва тағала оларға ризық беріп жатыр. Ризықтарын қарасаң аз. Бірақ оған Аллах тағала береке беріп қойды. Не үшін? Себебі олар өздері ізгі амалдар жасайды, Аллахтан дұға қылады, сол және де қанағатшыл. Себебі бізде бір қағида бар, байлық қанағатта деген. Байлықтың шегі қайда дейтін болсақ, тіпті үлкен бизнесмендермен сөйлескен, мен өзім жеке сөйлескен, шегі жоқ дейді. 1 миллион алдың, тоқтаймын дейсің, жоқ, сосын 10 миллионға көшесің, 10 миллион алдың, жоқ, кете бересің дейді. Шегі жоқ дейді. Ал байлықтың қанағатын исламда не? Байлықтың шегін исламда немен шектеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қанағатпен шектеген. Сондықтан Абу Хурайраның хадисінде айтады, «Лайсал ғина ан кафратил арат» дейді. «Валакиннал ғина ғинан нафс» деп тұр. Қараңдар. Байлық деген сен мал дүниең көп болу емес дейді. Байлық сен жан дүниең бай болуы деп тұр. Қара. Ол не деген сөз? Бір адам бар, ода миллиондаған ақша бар. Бірақ 1000 теңгесі үшін басқа адаммен төбелесіп, досымен бүкіл байланысын үзіп, достығын үзіп, сөйтіп ақшасы көп. Түсіндің ме? Мына жақта бір адам дымы жоқ, бірақ ең соңғы нәрсесін садақа қылып беріп жібереді. Осы нәрсе де, осы қанағат. Немесе басқа хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Абдулла ибн Амрның хадисінде айтады, «Қад афлаха ман аслам ва рузиқа кафафан ва қаннаху Аллаху бима атаху» деп тұр. Қараңыз. Ең бақытты адам дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ол исламды қабылдап, және де оған ризқы жеткілікті түрде болып тұрса деп тұр. Не көп не аз емес, жеткілікті дейді. Және де Аллах берген нәрсемен қанағат болған адам, бұл не ең бақытты адам деп тұр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан байлық қанағатта, мал дүниенің көп болуында емес. Және де соңғы қағида, осы нәрсемен бүгінгі кездесуді
бітіретін шығармыз иншалла. Қағида: дүниені қусаң, қашанда дүниені қусаң, дүние сені қаша береді. Ал сен дүниеден бет бұрсаң, дүние артыңнан келеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама хадисте айтады: "Ман канатил ахирату хаммаху, жа'алаллаху гинаху фи қалбихи, ва жама'a лаху шамлаху, ва татху дуния, ва хия рағибатун." дейді. Қараңыз, айтып тұр. Кімде-кімнің бүкіл ойы, ұмтылыстарын түгел ақырет болатын болса, дейді да, Алла субханала тағала оны қарап, көп ақша беріп қояды демеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оның байлығын жүрегінде қылып қояды дейді да. Жүрегі тыныш. Жүрегі тыныш деп тұр. Ва жама'a лаху шамлаху дейді да. Яғни оның ой пікірін жинап қояды. Шашылып жүрмейді. Әрдайым шашылып жүрмейді, жоқ, жинақы әрдайым дейді да. Және де дүние оған өзі келеді деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қашан адам тек қана ақыретке ұмтылатын болса. Және де хадистің жалғасын айтады: "Ва ман канати дуния хаммаху, жа'алаллаху фақраху байна айнайхи, ва фаррақа алейхи шамлаху, ва лам я'тихи мина дуния илля ма қуддира лаху" деп тұр. Қараңыз, ал кімде-кімнің ұмтылысы, талпынысы түгел дүние болатын болса, Алла субханала тағала оған кедейлікті көз алдында көрсетіп қояды. Мен кедеймін деп жүре береді. Және де жинақы болмайды, шашыраңқы болады ол адам. Шашырап кетеді. Мына жақты бастайды, бітіре алмайды. Ана жұмысты бастайды, бітіре алмайды дейді. Және де дүниеден тек қана Аллах тағдырына жазған нәрсе ғана келеді деп тұр пайғамбар. Сондықтан бұл да қағида: дүниені қуа берсең, сондай жағдайда, күнә алып келетін жағдайда, парыздардан тосатын жағдайда қоя берсең, дүние қаша береді. Ал қашанда сен жеткілікті нәрсемен қанағаттансаң, ол дүние өзі келе береді екен. Рахмет, Алла разы болсын, уақытыңызды бөліп, осындай мәселелерді талқылап, мұсылмандармен пайдаларыңызды бөліскеніңізге Алла екі дүние жақсылықтан жазсын. Осымен біздің отырысымызды аяқтаймыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.